Сәлеметсіздер ме балалар? Математика сабағына қош келдіңіздер. Сабағымыздың тақырыбы пысықтау және қорытындылау. Оқу мақсаттары: есептерді шығару үдерісінде жылдамдық, уақыт, арақашықтық шамаларының өзара тәуелділігін пайдалану. Бір қалыпты түзу сызықты қозғалыстағы арақашықтық формулаларын көрсету және қолдану. Яғни, бүгінгі сабағымызда қозғалысқа берілген есептер тақырыбынан алған білімдерімізді қорытындылаймыз. Мен 4-ші В сынып оқушысы Байдуллаев Сержан. Қозғалысқа берілген есептерді, шамаларды табудың формулаларын еске түсіремін. Қозғалысқа берілген есептерді жылдамдық, уақыт, арақашықтық шамалары беріледі. Жылдамдық, уақыт, арақашық қозғалысқа берілген есептердің негізгі компоненттері болып табылады. Бірінші, арақашықтық, оны S әріпімен белгілейді. Екінші, жылдамдық, оны V әріпімен белгілейді. Үшінші, уақыт, оны T әріпімен белгілейді. Бұл шамалардың арасындағы байланыс келесі формулалармен өрнектеледі. Арақашықтықты табу үшін қозғалыс жылдамдығын уақытқа көбейту керек. Қозғалыс жылдамдығын табу үшін арақашықтықты уақытқа бөлу керек. Уақытты табу үшін арақашықтықты қозғалыс жылдамдығына бөлу керек. Керемет, жарайсың Сержан. Енді бірінші тапсырманы орындаймыз. Мен 4-ші В сынып оқушысы Мекенбай Айсұлу. Есеп шығарған кезде жылдамдықты бір өлшем бірлігіне екіншісіне өрнектей алу маңызды. Ол үшін өлшем бірліктерінің арасындағы байланысты жақсы білу қажет. Мысалы, 1 километрде 1000 метр бар, 1 метрде 10 сантиметр бар, 1 метрде 100 сантиметр бар. Тағы сол сияқты. Ал өлшем бірліктеріне келетін болсақ, 1 сағатта 60 минут бар, 1 минутта 60 секунд бар, 1 сағатта 3600 секунд бар. Мысал 1. Жылдамдықты көрсетілген өлшем бірлігіне өрнектейміз. «24 километр сағатты метр минутқа айналдырамыз». «24» көбейтеміз 1000 метрге. Оған бөлеміз 60 минутты. 24 1000 метрге көбейтсек, 24 000 метр шығады. 24 000 метр. Оған бөлеміз 60 минутты. Тең шығады 400 метр минут. Шаңғышы 65 метр минут жылдамдықпен жүгіреді. Егер ол бір қалыпты жылдамдықпен қозғалатын болса, 5 минут ішінде қандай арақашықтықты жүгіріп өтеді? Шарты: В 65 метр минутқа тең, Т 5 минутқа тең. С қанша минутқа тең екенін шешеміз. Шешуі: S тең В көбейтіру Т. 65 метр минутқа көбейтеміз 5 минут тең 325 метр. Жауабы
325 метр. Есеп 2. Турист 10 минут ішінде 920 метр жүріп өтті. Ол қандай жылдамдықпен қозғалды? Есеп 2. Шешуі. Уақыт 10 минутқа тең. Арақашықтық 920 метр. Жылдамдықты табамыз. Шешуі. Арақашықтықты уақытқа бөлеміз. 920 метр бөлу 10 минут тең 92 метр минут. Жауабы 92 метр минут жылдамдықпен қозғалды. 4-ші тапсырма. Кесте бойынша есеп құрастыр және шығар. Автобус. Оның жылдамдығы белгілі, уақыты белгілі, арақашықтығын табу керекпіз. Ол үшін арақашықтық шығу үшін жылдамдықты көбейтеміз уақытқа. 500 метр минут көбейту 6 минут тең 3000 метр минут. Енді көлікті табу үшін оның уақыты белгілі, арақашықтығы белгілі. Жылдамдығын табу үшін арақашықтықты бөлеміз уақытқа. 434 километр бөлу 7 сағат тең 62 километр сағат шығады. Экскаваторды табу үшін оның жылдамдығы белгілі, арақашықтығы белгілі. Енді оның уақытын табу үшін арақашықтықты бөлеміз жылдамдыққа. 96 километр бөлу 48 километр сағат тең 2 сағат. Жарайсыздар балалар. Енді келесі тапсырма. Спортшы 100 метр минут жылдамдықпен жүгіреді. 2 километр жолды ол қанша уақытта жүгіріп өтеді? Бірінші есептегі шамаларды бір өлшем бірлікпен өрнектеп аламыз. Яғни километрді метрге айналдырамыз. 2 километрде 2000 метр бар. Енді уақытты табу үшін арақашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. Яғни 2000 метрді 100 метр минутқа бөлеміз. Сонда 20 минут шығады. Жауабы: спортшы 2 километр жолды 20 минут уақытта жүгіріп өтеді. Балалар, қозғалысқа берілген есептердің шешу жолдары сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Үйге 113-ші беттегі 10-шы есеп. Сабаққа кері байланыс беруді ұмытпайық. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.